Еліміз тәуелсіздік алғалы бері әртүрлі жеңіс тұғырынан көріне білді. Шекараны заңды түрде бекітілумен қатар, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың көшбасшылығымен Қазақстан ядролық қарудан бас тартты. Европалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық етіп, Экспо халықаралық көрмесін өткізу құқығына да ие болды. Осы және Қазақстанның басқа да жетістіктері жайлы Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияда өткен дөңгелек үстелде талқыланды. Солтүстік Қазақстан облысының жастар мәслихаты мен қалалық білім бөлімі ұйымдастырып отырған бұл шараға қалалық мәслихат депутаты Данияр Уалиев пен мектеп оқушылары қатысты. Бұл кездесудің басты мақсаты, басты идеясы осы мектептің үлкен жоғарғы сыныптардың оқушыларын, 9-10 сынып оқушыларына осы тәуелсіздіктің қалай келгенін түсіндіру және соның жолын айту, осы ғасырлар бойы аңсап, біздің бабаларымыз ғасырлар бойы аңсап келген осы тәуелсіздік қалай қолымызға жетті, сол жайлы осы кездесуде айтылады. Жиынға қатысушы қалалық мәслихат депутаты Данияр Уалиев мектеп оқушыларына 25 жыл ішінде жеткен жетістіктер туралы баяндады. Сонымен қатар оқушылардан тәуелсіздік алғалы бері қандай оқиғаларды білетіндері жайлы ой пікірлерін білді. Биыл Қазақстан елінде өте маңызды іс-шаралардың бірі ол еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл. Қазіргі біздің таңда оқып жатқан оқушылар тәуелсіз мемлекетке дүниеге келді, тәуелсіз мемлекетте тұрып жатыр. Бірақ олар тәуелсіздік осы біздің елге қалай келгенін қатты түсіне қоймайды, біле қоймайды. Осы бүгінгі дөңгелек үстеліміз осы шараға арналған, яғни оқушыларымызға біз осы тәуелсіздік қалай келді, жаңа 25 жылдықтың ішінде қандай бізде жетістіктер бар және де болашақта қандай үмітіміз бар, соны айту өте маңызды. Себебі қазіргі таңда біздің оқушыларымыз өзінің болашағын ойластырып жатыр, қалыптастырып жатыр және де біз осы жас ұрпаққа көрсету керекпіз, айту керекпіз, қай бағытта жұмыс жасап, осы біздің Қазақстанымызды 30 дамыған елге қалай жеткізуге болатындығын. Камила Темірбаева Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияның 11 сынып оқушысы. Бұндай дөңгелек үстелдердің біз сияқты жастарға берері мол дейді Камила. Жалпы менің ойымша, әрбір оқушы, яғни Қазақстанның әрбір оқушысы біздің тәуелсіздікке қалай жеткенімізді және де жалпы оның қандай қиын-қыстау кезеңдерден өткенімізді барлығын білу керек. Ол тек қана тарихта белгілеген емес, басқа осы жастар мәслихаты секілді түрлі ұйымдардың ұйымдастырып отқан түрлі шаралары арқылы осы тарихымызда болған қиын-қыстау мәселелерді және де тәуелсіздікке қалай жеткенімізді осындай іс-шаралар арқылы білуіміз қажет деп есептеймін. Жиын соңында әр оқушы болашақта тәуелсіз елдің азаматы ретінде алдағы армандарын айтып, өз ойларымен бөлісті.